Құрметті қазақстандықтар, бүгінгі келіп жеткен республика күнімен барлығыңызды шын жүректен құттықтаймын. Мынау 90 жылғы 25 қазанда алғашқы егемендікке қадам басып, кешегі әлімсақтан келетқан қазақ халқының армандаған бостандығы, егемендігі не алғашқы қадам басу. Кеше осы егемендікті көре алмай кеткен алаш арыстарының арманы орындалып, сол бақытқа кенеліп жүрген біздер ұрпақтар бақыттымыз. Сондықтан осы қанмен қаншама арыстардың өмірімен келген егемендігімізді бағалай білейік. Бүкіл Қазақстан халқына Алла тағала бірлік берсін.